Құрметті оқушылар, Қазақстан тарихы пәніне қош келдіңіздер. Оқушылар, төмендегі әріптердің тізімінен халықаралық ұйымдардың аббревиатурасын табыңыздар. Енді тауып болсаңыздар, енді қарайық. Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Біріккен ұлттар ұйымы, НАТО, Еуропадағы қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы, Еуроодақ, Дүниежүзілік сауда ұйымы, Еуропа қайта құру және даму банкі, Халықаралық валюта қоры. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы халықаралық қатынастар жүйесіндегі Қазақстан. Зерттеу сұрағы: Қазақстанның жаңа әлемдегі орны қандай? Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Қазақстанның аймақтық және халықаралық ұйымдармен байланыстарын талдау, Қазақстан Республикасының халықаралық аренада танылуына баға беру. Бүгінгі сабақта Қазақстанның өңірлік және халықаралық ұйымдармен өзара қарым-қатынасын сараптаймыз, Қазақстан Республикасының халықаралық аренада мойындалуын бағалаймыз. Құрметті оқушылар, алдарыңызда QR код берілген. Осы QR кодты сканерлеп, бейне сабақты ашуларыңызды сұраймын. Бейне сабақтағы ақпараттарды дәптерге жазып, жаттап алуларыңызды өтінемін. Енді бүгінгі сабақ бойынша тірек сөздерге назар аударайық. Сонымен халықаралық ұйым дегеніміз не? Халықаралық ұйым жалпы проблемаларды бірлесіп шешу, ерікті негізде құрылған және жарғы шеңберінде жұмыс істейтін құрылымдық нысанды айтуға болады. Саммит сыртқы саяси келісімдер жүргізіп, шешімдерге келу үшін мемлекеттердің жоғарғы басшыларының кездесуі. Делимитация мемлекеттік шекараны картаға түсіру арқылы келісімде түрде анықтау. Демаркация шекараны жергілікті жерде шекаралық белгілер арқылы көрсетіп белгілеу. Құрметті оқушылар, осы тірек сөздердің барлығын дәптерге жазып жаттап аламыз. Бейне сабақ бойынша тапсырмаларды орындаймыз, яғни геймификация әдісі, төменде берілген халықаралық ұйымдардың белгілерін, логотипін сәйкестендіреміз. Оқушылар, енді дұрыс жауабына назар салайық. Бүкіл әлемдік экономикалық форум, Дүниежүзілік сауда ұйымы, Еуропалық одақ, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы және Ислам конференциясы ұйымы. Ал оқушылар, жауаптарыңыз дәл осындай қылып белгілеген болсаңыздар, тапсырманы орындаған болсаңыз, сіздер дұрыс орындадыңыздар деген ойдамын. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының 16 ұйымы мен бағдарламаларының, сонымен қатар басқа да халықаралық ұйымдардың мүшесі немесе қатысушысы болып отыр. Олардың ішінде Азиялық даму банкі, Еуропадағы қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы және тағы басқалары бар. Қазақстан Республикасы 184 мемлекетпен
Біріккен ұлттар ұйымы мүшелерімен, Біріккен ұлттар ұйымының бақылаушыларымен дипломатиялық қатынас орнатты. Қазақстанның сыртқы саясатындағы негізгі бағыт экономикалық әлеуетке сәйкес келетін геосаяси жағдайды және бейбітшілікті сақтау. Ірі өңірлік держава ретінде Қазақстан сындарлы жан-жақты саясат ұстанып отыр. Қазақстан Республикасы бастамасымен құрылған халықаралық ұйымдар: Орталық Азия экономикалық қауымдастығы, ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы, Шанхай бестігі, Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралар жөніндегі кеңес. Бір 1994 жылы Орталық Азия экономикалық қауымдастығы құрылып, оған Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан кірді. 1995 жылы 20 қаңтарда кеден одағын құрудың негізі қаланды. 1996 наурызда кеден одағының құрамына Қырғызстан, 1999 жылы наурызда кеден одағының құрамына Қырғызстан, 99 жылы Тәжікстан кірді. 2000 жылы 10 қазанда құрамында 5 мемлекет Белоруссия, Қазақстан, Ресей, Тәжікстан бар Еуразиялық экономикалық қауымдастығы құрылды. 1996 жылы 26 сәуірде Шанхайда 5 мемлекет Қазақстан, Ресей, Қытай, Қырғызстан, Тәжікстан шекара аумағында әскери сенім шараларын күшейту келісіміне қол қойды. 2011 жылы Шанхай бестігі саммитінде Өзбекстан қосылғаннан кейін Шанхай ынтымақтастық ұйымын құру туралы декларация қабылданып, тағы да бір маңызды құжат терроризм, сепаратизм және экстремизмге қарсы күрес туралы Шанхай конвенциясы қабылданды. 1992 жылы ТМД аумағында достастық елдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және әскери саяси ынтымақтастықты күшейту мақсатында ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы құрылды. Келісімге 92 жылы 15 мамырда Ташкентте ТМД-ның 6 мемлекеті Армения, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Өзбекстан қол қойды. Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралар жөніндегі кеңес. Ұйымның негізгі мақсаты бейбітшілікті, қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету, жан-жақты қатынастар орнату және Азияда ынтымақтастығын нығайту мәселелерін шешу болып табылады. 2002 жылы 3-4 маусымда Алматыда Азиядағы өзара ықпалдастық және сенім шаралар жөніндегі кеңестің алғашқы саммиті өтті. 1997-98 жылдары 2010 жылдары Қазақстан делегациясының бастамасымен сәйкес Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы Қазақстандағы Семей аймағында халықты оңалту, қоршаған ортаны қалпына келтіру және экологиялық дамыту мақсатында әрекеттерді үйлестіру және халықаралық ынтымақтастық туралы резолюция қабылдады. Құрметті оқушылар, мына ақпараттарды білгендеріңіз абзал. 1999 жылы Біріккен ұлттар ұйымының аясында Токиода Семейдегі сынақ салдары мәселелеріне арналған халықаралық конференция өтті. Онда Семей өңірін қалпына келтіру туралы мәселе қаралды. 2002 жылы мәліметтерге сай, Біріккен ұлттар ұйымының Семей өлкесін қалпына келтіру үшін 26 миллион ақш долларын бөлген. Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының аясында көптеген жобаларды іске асыруда. Қазақстан аумағында көп векторлы сыртқы саясатқа және халықаралық деңгейде нығайту, тұрақтылықты, халықаралық қауіпсіздікті сақтау, интеграция жүйесін құру, лаңкестікпен күрес, ұлтаралық және дінаралық келісімдер мәселелерін басымдық беріледі. 2002 жылы Қазақстанға ресми сапармен Біріккен ұлттар ұйымының хатшысы Кофи Аннан, 2010 жылы Пан Ги Мун 2 рет келді. Ол Семей ядролық сынақ алаңының орта нүктесінде тұрып, ядролық қарудан бас тарту мен ядролық сынақ алаңын жабу әлемде маңызды орын алатыны туралы пікір білдірді. Біріккен ұлттар ұйымының өз жұмысында 4 мақсатты белгіледі. Бүкіл әлемде бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау, халықаралық ынтымақтастық және адам құқығын қорғау, ұлттар арасында достық қатынасты дамыту, халықаралық мәселелерді шешу. Осы мақсаттарға қол жеткізу үшін ұлттарды біріктіретін
орталықтың қажеттігі. Қазақстанның Еуроодақ пен Еуропадағы қауіпсіздік ынтымақтас ұйымдағы орнын нығайту. Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы ресми дипломатиялық қатынастар 1993 жылы орнады. 1995 жылы 23 қаңтарда Қазақстан Республикасының президенті Қазақстан Республикасы мен Еуропалық одақ және оларға мүше мемлекеттерінің арасындағы серіктестік пен ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. 1975 жылы Хельсинкиде қауіпсіздіктің 3 себеті қабылданды. Бірінші, әскери саяси қауіпсіздік және қарулануды бақылауға алу. Екінші, экономикалық, ғылыми, техникалық және экологиялық ынтымақтастық. Үшінші, гуманитарлық салалар және адам құқығы. Құрметті оқушылар, осы ақпараттардың барлығын дәптерлеріңізге жазып, есіңізге сақтаңыз. Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымға төрағалық етуі. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саяси диалог үшін арналған халықаралық ұйым. Негізгі мақсаты жетілдірілген басқару мен демократиялық үрдіс негізіндегі аймақтық тыныштық пен қауіпсіздік. Қазақстан бұл ұйымға 1992 жылы қаңтардың 30-ы мүше болды. 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына Еуропада, Орталық Азияда және Солтүстік Америкада орналасқан 56 елдің басын біріктіретін ірі аймақтық ұйымға төрағалық етуі болды. Төрағалықтың басты нәтижелі түйіні Еуропадағы қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының 10 жылдық үзілістен кейін 2010 жылы 1-2 желтоқсанда өткен Астанада саммиті. Оған дейінгі жоғары деңгейдегі басқосу 1999 жылы Стамбулда өткен болатын. 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап ұйымның төрағасы болып Бюар Османи сайланды. Қазақстанның ислам ынтымақтастық ұйымдағы төрағалығы. Бүгінгі күні Қазақстан зайырлы мемлекет және ислам өркениетімен тығыз байланысты. 1969 жылы 25 қыркүйек мұсылман мемлекеттердің бастамасымен құрылған. 2011 жылы Ислам конференциясы ұйымы 1995 жылы Ислам ынтымақтастық ұйымының толық құқылы мүшесіне айналды. 2011 жылы 20-30 маусымда Ислам ынтымақтастық ұйымы сыртқы істер министрлігінің министрлері кеңесінің 38-ші сессиясы өтті. Қазақстан ислам ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуіндегі ең басты мәселе шиеленістердің алдын алу және қызметінің тиімділігін болжау болды. Құрметті оқушылар, бүгінгі ақпараттар сіздерге түсінікті болса, енді қазір саяси картамен біз жұмыс жасаймыз. Яғни Шанхай ынтымақтастық ұйымы мен Еуразиялық экономикалық қауымдастыққа мүше мемлекеттерді саяси картадан анықтайсыздар. Мүше мемлекеттерді саяси картадан көрсетесіздер. Құрметті оқушылар, Шанхай ынтымақтастық ұйымына Қазақстан, Ресей, Қытай, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан мемлекеттері кірді. Дұрыс. Ал Еуразиялық экономикалық қауымдастыққа Белоруссия, Қазақстан, Ресей, Тәжікстан, Қырғызстан мемлекеттері кірді. Белоруссия, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан мемлекеттері кірді. Құрметті оқушылар, дәл осылай сіздер дұрыс жауабын белгілеген болсаңыздар, сіздер тақырыпты меңгердіңіздер деген ойдамын. Үйге тапсырма. Қазақстанның халықаралық ұйымдарға кірігуінің маңызы атты тақырыпта сіздер эссе жазасыздар.
Міндетті түрде эссенің критерийлеріне назар аударыңыздар. Мазмұнға сәйкестігі болу керек, фактілердің шынайы болуы, нақты аргументтерін келтіру, екі жақты талдау жасау, өзіндік көзқарастың болуы, логикалық бірізділіктің сақталуы. Міне, міндетті түрде критерийге назар аударып, үйге эссені орындап келесіздер. Құрметті оқушылар, бүгінгі осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа кездескенше сау болыңыздар.